Здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы Colors of Asia. Сәлеметсіздер ме? Эфирде Colors of Asia бағдарламасы. Бүгін біз тылсымы мол театр әлемі туралы баяндаймыз. Адамның жан дүниесін байытуға ықпал ететін бұл өнер түрі бүгінде қарқынды дамып келеді. Кез келген қойылым сан түрлі кәсіби иелерін біріктіретін ұжымдық жұмыс. Алайда спектакльдің режиссері өнер ордасының патшасы екені сөзсіз. Өйткені ол шығарманың философиялық иірімдерінің түп тамырын дөп басып, автордың айтпақ болған негізгі идеясын алдыңғы шепке шығара білетін суреткер. Біздің алғашқы кейіпкеріміз Әзірбайжанда үздіктердің үздігі атанған тұлға. Оның есімі ұлттық брендке айналған десек артық болмас. Жаңа маусымның шымылдығы түрілген кезде Тума талант иесінің премьерасын тамашалау үшін көрермен театрға асығады. Әзірбайжан халқының театр өнеріне деген қызығушылығы ерекше. Ел тұрғындары театрды құпиясы мол ғажайып әлемге жетелейтін киелі шаңырақ ретінде бағалайды. Расымен де бұл сүюді, сүйсінуді, түсінуді және сұлулыққа құштарлықты талап ететін сиқырлы мекен. 2018 жылы Әзірбайжан театры 145 жылдығын тойлады. Жаңа маусым шымылдығы да дәстүрлі түрде сән салтанатымен ашылды, ал театрда ерекше шығармашылық атмосфера орнаған. Мехрибан Алекперзаде елге танымал сценарист, театр, кино және телевизия режиссері. Ол жаңа маусымның ашылуына орай 2018 жылдың күзінде театр сүйер қауым мен сыншылардың назарына бірнеше премьералар ұсынды. Еңбек сіңірген өнер қайраткерінің шығармашылығын Әзірбайжан көрермендері ұлттық академиялық театрдан да, жастар театрынан да тамашалай алатын. Мехрибанның атауы ерекше Июк театрында бас режиссердің қызметін атқарып жүргеніне көп уақыт болған жоқ. Июк нені білдіреді? Бұл сөз көрсетілім, спектакль және салт дәстүр деген мағыналарда қолданылады. Осы орайда жапон жазушысы Рюноске Акутагаваның жұмбақ өлімнің 3 нұсқасы романының желісі бойынша спектакль дәл осы театрдың сахнасында қойылды. Mən sözün düzü Akutagava vurğunuyam. Мен Акутагаваның шығармашылығына бас иемін. Қазіргі уақытта ақиқатты іздеуге деген құлшыныс байқалады. Айтулы спектакль бұл ғаламда ақиқаттың жоқ екенін жеткізеді. Акутагава осы мәселені айрықша тәсілдер арқылы баяндаған көркем сөз шебері. Ол оқырманға талдау құқығын беру керек деп санайды. Яғни романды қолға алған жанның өзі сол ащы шындықты табуы керек. Спектакльде біз бір оқиғаға 3 тараптан қараймыз. Кісі өлтірілді. Оған 3 адам қатысты. Әрқайсысының өз ақиқаты бар. Менің ойымша шындықты іздеу жолында барлығы дерлік қисынсыз бір жағдайға келіп тіреледі. Туындыда әрбір адам естіген нәрсеге сене бермей, өз көзімен көрген дүниелер арқылы ғана ақиқатты ашуы керек деген астарлы ой жатыр. Көптеген елдерде дәстүрлі драма театрларынан бөлек ерекше тәсілдерді пайдалана отырып, белгілі бір авторлық идеяларды сахналайтын шағын өнер ордалары бар. Ал Июк театры классика жанрын бұзбай, шығармашылық тәжірибелер жасайды. Сахна төрінде тұрған актер күтпеген жерден көрерменге сұрақ қойып, әңгімеге тартуы да мүмкін. Театр танушылар дүние жүзінің өнер ордаларында қолданылатын мұндай әдістің табыстылығы туралы айтады. Və hər dəfə yeniliklər, yəni Azərbaycan mühiti үшін deyirəm əlbəttə. Біз көрермендерімізге тың идеялар мен жаңа үлгілерді ұсынуға ұмтыламыз. Дегенмен дәстүрлі үлгілерді сақтағымыз келеді. Психологиялық поэтика, эпикалық стильді қолданамыз. Сондай-ақ театрымызда Антонен Артоның баяндау тәсілі де ұтымды пайдаланылады. Бұл өнер ордасында жасалып жатқан тың дүниелердің әзірге терминдері де жоқ. Алайда біз тәжірибеден қорықпаймыз. Қандайда бір жаңалық енгізуге асығамыз. Міне Июктың басқа театрлардан ерекшелігі осы дер едім. Біз өзіміздің бағытымыздан адаспауымыз керек. Bütün başqa teatrlardan məhz bu yeniliyi, yeni addımlar ilə fərqlənir. Көрерменнің театр өнеріне деген қызығушылығы туралы да Мехрибан Алекперзаденің пікірін білдік. Ол қойылымның аудитория талғамына лайықталып жасалуына қарсы екенін айтты. Қазіргі таңда бұл әлемдегі атмосфера мүлдем бөлек. Режиссердің ойынша залға жиналған қауымның көңілін аулап қана қоймай, өзекті, қажетті, маңызды мәселелерді көтеруге талпыну керек. Сол кезде ғана театр өз міндетін толық атқара алады. Colors of Asia бағдарламасына берген сұхбатында Мехрибан экспериментальды театрдағы жаңа спектакльдерді сыншылардың қалай қабылдағанын да баяндады. Mənə xoş olan 2 faktor. Тұсаукесерден кейін сыншылар спектакльден қайталанбас әсер алдық деген пікір айтты. Бұл мені қуанышқа бөлеген рас.
Әдетте режиссерлердің қойылымдарын бүге-шүгесіне дейін түсіну, толық сезіну қиынға соғады. Менің айтулы спектакльдегі қолтаңбамды көпшіліктің байқап қойғаны таңғалдырды. Дегенмен бұл жерден жапон театрының дәстүрін іздеудің қажеті жоқ, өйткені мен олардың театрдағы стилін емес. Керісінше, Әзірбайжан театрында жапон әдебиетін пайдаланған адаммын. Өйткені Әзірбайжан театрында жапон театрының классикалық үлгілерін қолдану үшін кем дегенде 4-5 жыл қажет. Көрерменнің көңілінен шыққан Мехрибан Алекперзаденің тағы бір премьерасы бар. Ол Әзірбайжан мемлекеттік музыка театрының сахнасында қойылған. Менің көзімнің қарашығысың Джейхун атты спектакль. Қойылым әйгілі аудармашы публицист Джейхун Гаджибековтың тағдыры мен жат жердегі өмірінен сыр шертеді. Сахнадағы оқиға классикалық стилде өрбиді. Дегенмен Мехрибанның шығармашылығындағы жаңашыл әдіс тәсілдерді байқамау мүмкін емес. Müəyyən mənada bu da bir rejissor tamaşasıydı, amma Иә, бұл режиссерлік қойылым. Алайда мұнда әртістердің еңбегі орасан зор болды. 30 актер, хор және музыкалық топпен бірге сахнада өнер көрсетеді. Мен мұны өресі биік, өрісі кең өнер туындысы ретінде қабылдаймын. Бүгінгі таңда заманауи театр өнері перформанс үлгісіне көшті деген пікірлер айтылуда. Біреулер оны сәнді, әрі өзекті бағыт ретінде қабылдаса, біреулер бұл оймен келіспеуі мүмкін. Меніңше өнерде мұндай эксперименттер аса қажет. Бішкек театрларында перформанстың тәжірибе жүзінде қолданылғанына көп уақыт болған жоқ. Дегенмен жаңа үлгідегі бұл қойылым сәтті шықты, ал шығармашылық топ көрерменнің ықыласына бөленді. Итальяндық режиссер Андреа Бенальо қойған Шыңғысқа арналған ән спектаклінде тұлғаның өз ісіне, сөзіне бекем болуы сынды мәңгілік тақырып көтеріледі. Сондай-ақ мұнда адамның Құдай алдындағы, қоғам алдындағы және өзінің алдындағы жауапкершілігі туралы айтылады. Режиссер қойылымның негізгі діңгегі ретінде заңғар жазушының Кассандра таңбасы, Шыңғысханның ақ бұлты, теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет, таулар құлағанда атты шығармаларын алған. Ол Айтматовтың айтулы туындыларын бір арнаға тоғыстырды. Сөйтіп көрерменнің жүрек қылын қозғайтын тағылымы мол қойылымды сахналады. Режиссер приехал с Италии поставить спектакль-перформанс Андреа Бенальо. И когда он приехал, у него была задумка... Режиссер Андреа Бенальо спектакль қою үшін Италиядан келді. Бастапқыда жазушының шығармаларының желісімен бір қойылым дайындаймыз деген ой болған. Режиссер Айтматовтың Плаха атты туындысынан ерекше әсер алған екен. Сондықтан ол әйгілі романның негізінде дәстүрлі спектакль қоюды жоспарлады. Ал Қырғызстанға табан тірегенде режиссер бұл идеясынан бас тартады да, әлем әдебиеті классигінің шығармаларын топтастырып, көрерменге тың дүние ұсынуды мұрат тұтады. Вкусный продукт. Ну, мне кажется, у него это получилось. Нет Бога, кроме меня. Жұртшылық спектакльде ұлы жазушының шығармашылығы арқылы танысқан бейнелерді көрмейді. Мұндағы перформанс құрылымын актерлер қалыптастырады, яғни кейіпкерлер тосыннан пайда болғандай әсер сыйлайды. Көрерменді қалың ойға жетелейді. Көкейде сан сауалдар туындайды және сол сұрақтардың жауабы осы сахнада жасырынғандай. Перформанс жанры Еуропа мен Америкада аса танымал. Жуырда Шыңғыс Айтматов атындағы орыс драма театрында да осындай жаңа үлгідегі спектакль сахналанды. Бұл Италиядан келген режиссер Андреа Бенальо мен театр труппасының ізденісі мен тынымсыз еңбегінің нәтижесі. Тут очень сильные темы для размышления. Это и религия, это и свое отношение к жизни. Иә, спектакльде кез келген жанды қалың ойға салатын мықты тақырыптар көтеріледі. Оқиға адамның бұл жалғанда өзінің орнын табуы, әлемді тануы, дінге деген көзқарасы төңірегінде өрбиді. Понимать. Здесь нет конкретного, да, что мы говорим вот о религии. Әркім өмірді өзінше түсінеді және өзі таңдау жасайды. Дін немесе басқа да мәселелерге қатысты кейіпкерлер нақты жауап беруге тырыспайды. Барлығы көрерменнің еркінде.
Соңғы шешімді шығаратында көрерменнің өзі. Қойылымның кереметтігі де осы дер едім. Яғни әрбір адам өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып, спектакльді қабылдайды. Өзін толғандырған сауалдардың жауабын табуға, қиындықты жеңуге тырысады. Сондай-ақ өзін-өзі тануға ұмтылады. Наверное, старается их как-то решить и понять, еще как-то глубже в себя нырнуть. Шыңғыс Айтматовтың шығармалары әлемдік көркем үлгілердің қатарынан орын алған. Суреткер өзі өмір сүріп отырған кезеңнің бар болмысын бейнелеп қана қоймай, қоғам мен болашақ деген ұғымдарды да қамтиды. Сондықтан қазіргі театр және кино режиссерлерінің заңғар жазушының жауһар туындыларына ерекше қызығушылық танытуы заңды. Бұл қойылымды неғұрлым көп адам тамашаласа игі болар еді. Өйткені бұл рухани байытатын, эстетикалық ләззат сыйлайтын тың дүние екені сөзсіз. Киелі сахнаға шыққан әрбір актерде қобалжу болатыны рас. Өйткені актер сөз бен әрекеттің әдемі үйлесімділігі арқылы бар сезімін, көңіл күйін, жан толғанысын көрерменге шебер жеткізуге ұмтылады. Мұнда шынайы болу аса маңызды. Осы орайда спектакльге қатысатын әртістер былай дейді: залға кірген әрбір адам өзін кейіпкердің орнына қойып, сол кейіпкермен бірге өмір сүруі және оны түсіне алуы керек. Наверное, это то волнение, которое как раз является наркотиком своего. Бойымыздағы билеген бұл толқуды бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Әсіресе осы спектакльде жауапкершіліктің ауыр жүгін сезінесің. Өйткені біз көрерменге өте жақын жерде тұрамыз. Сахнаның залға жақын болғаны соншалық, келген халықтың сыбырлап сөйлегеніне дейін естиміз. Оно все нахлынивает и накрывает огромной волной просто. Биыл заманымыздың заңғар жазушысы, түркі әлемінің дүлдүлі Шыңғыс Айтматовтың туғанына 90 жыл. Сондай-ақ Шыңғысқа арналған ән спектаклін қою идеясы да осы мерейтой қарсаңында пайда болды. Режиссер Андреа Бенальо бұл кездейсоқ жағдай екенін айтады. Ал біз қойылымға ат салысқан бүкіл ұжым мен актерлерге сәттілік серік болсын дейміз. Көрермендерді жаңа жобалармен қуантып, халықтың ыстық ықыласына бөленуіне тілектеспіз. А сейчас мы расскажем вам еще... Қазір мен сіздерге тағы бір тәжірибе туралы баяндаймын. Қазақстандық танымал актер, режиссер Антон Митнев өзінің кезекті қойылыммен көрерменін қуантты. Бұл жолы оның жобасы халықтық мюзиклге айналды десек артық болмас. Неліктен халықтық деп атадым? Өйткені сахна төрінде өнер көрсететін жандар кәсіби актерлер емес. Олар өз талантын жұртшылыққа паш етуден қорықпаған. Кастингке қатысып, одан кейін тынымсыз ізденіс пен еңбектің арқасында біліктілігін шыңдаған. мастерство и заявить о себе во всеуслышание. Константин Зихновтың Алматыдағы би студиясының табалдырығын аттаған сәттен біз ерекше атмосфераны сезіндік. Мұнда жиналған қауымның толқып тұрғанын байқадық. Саналу минуттардан кейін Қазылар алқасы кастингтің нәтижесін шығарады. Сол мезеттен бастап бұл жігіттердің өмірі 180 градусқа өзгеретін болады. Олар терезелері аулаға қарайтын 3 ұятты жаңа рок-мюзиклдің қатысушысы атанады. Осы кастингтен өтсем, бақытқа кенелемін. Бұл мен үшін аса маңызды іс, үлкен жетістік екені сөзсіз. Наверное, сильнейший или тот хотя бы кто... Түр әлпеті, болмысы жағынан пьеса кейіпкерлеріне ұқсас, мықты өнерпаздар жеңіске жетеді деген ойдамын. Мен билеймін, әнді соншалықты керемет орындаймын деп айта алмаймын. Дегенмен дауысы керемет жігіттер де осы сайысқа қатысты. Солардың арасынан Қазылар алқасы үздіктерін таңдайды. Мен байқаудан өтпесем мойымаймын, өйткені бәйгеге қатысып, бір апта бойы осында уақыт өткізгенімнің өзі бақыт. Я уже благодарен, что я здесь эту неделю провел. Сонымен 2018 жылдың күзінде кастинг жарияланған болатын. Ұйымдастырушылар билейтін, ән айтатын және көпшілікті таң қалдыра алатын жастарды жаңа мюзиклге іріктеу үшін арнайы шақырған еді. Спектакль идеясының авторы танымал актер және режиссер Антон Митнев. Байқау жариялана салысымен Қазақстанның түкпір-түкпірінен 5000 өтінім келіп түсті. Оңтүстік Астанамыздың 80-90 жылдардағы таныс тіршілігін көрсетіп, алматылықтардың сол уақыттағы өмірін және басынан өткен хикаяларын баяндау тек 100 адамға бұйырды. У каждого есть мечта. Есть два друга, которые очень дружны. Әркімнің өз арманы бар. Мұнда достыққа адал Мұхтар мен Вовка деген екі жігіттің оқиғасы баяндалады. Сондай-ақ сезім сырлары да жоқ емес. Яғни махаббат пен құрбандық тақырыбы көтеріледі. Жастардың біреуі екіншісіне жол беру керек. 1990 жылдары мемлекетте өзгерістер болды. Ол кезде ел тұрғындарының мақсаты да, құндылықтары да бөлек еді. Әркім өзінше күресті.
Нәтижесінде кім қаһарман атанды? Тура жолдан тайып кеткен, бірақ біреулер үшін өзін құрбан еткен жан ба? Әлде өзінің өмірлік қағидаларына адалдық танытқан, алайда біреулердің ойы сезімімен санаспай күн кешкен жан ба? Бұл сауалдың жауабын білгіміз келеді. Міне осындай түйткілді мәселелерді драматургия, актерлердің ойыны және кәсіби музыканың көмегімен пьесада көтеретін боламыз. Драматургия за счет актерской игры, талантливой музыки. Спектакльге арналған пьесаның сценарийін Антонның өзі жазып шықты. Ол ұзақ уақыт бойы спектакльдің атауын таба алмай қиналды. Ақыры қойылымды терезелері аулаға қарайтын үш үй деп атау туралы шешім қабылдады. Алматы город контрастов, но и в то же время такая душа, и это тот уют. Алматы бұл қарама-қайшылықтарға толы қала. Алайда оның өзіне ғана тән аурасы бар. Сонымен қатар терезелері аулаға қарайтын жанға жайлы үйлер туралы да айта кеткен жөн. Өйткені пәтерлерде тұратын әрбір адамды сол аула біріктіреді. Қазір түрлі гаджеттер пайда болып, аталмыш кезеңнің атмосферасы ұмытыла бастағандай. Дегенмен біздің арамызда қаһармандар жетерлік. Сіздердің ата-аналарыңыз да өз заманының қаһармандары. Олардың сезімдері де бөлек болатын. Жаңа баяндаған оқиғаға қайта оралайықшы. Нағыз махаббат пен нағыз достықтың арпалысы. Кейіпкер осы екі сезімнің біреуінен бас тартуға мәжбүр. Я, бұл күрделі таңдау. Мұндағы еркектер нағыз ер азаматтар, ал әйелдер тек қабілетімен ғана мақтанатын жандар емес. Яғни шынайы адамдар, сезімдерде шынайы. Олар сан алуан кедергілерге тап болады. 1990 жылдардың қиыншылығынан өтіп, 2000 жылдардың табалдырығын сеніммен аттайды. Как-то они видоизменяются в тех каверзных 90-х. И потом мы как-то выплескиваемся в нулевые. Антон Митнев өзінің ауқымды жобасына өз ісінің шеберлерін шақырған. Олардың қатарында танымал музыкант Ильяс Аутов, актер және режиссер Дмитрий Скирта, хореограф Константин Дихнов сынды білікті мамандар бар. Нақтырақ айтсақ, өз кәсібіне жан тәнімен берілген жандар. Бір адам былай деген екен: егер бүкіл жан тәніңмен бір іске берілсең, оның сәтсіз болуы мүмкін емес. Ал бұл жүректен шыққан жоба. Сондықтан патша көңіл көрерменнің рухани азық алатынына сенімім мол. Барлығын бүге-шүгесіне дейін ойластырып, тиянақты жұмыс атқаруға тырыстық. Графикамыздың өзі тамаша. Актерлердің алдында LED экрандар орналасады. Сондай-ақ сахнада проекция пайда болады. Бұл артистердің қолмен салынған декорацияның ішінде тұрғандай әсер сыйлайды және көрермендердің сол заманның атмосферасын толығымен сезінуіне мүмкіндік береді. Антон Митнев актерлік білімі жоқ жандарға сенім артып, киелі сахнаға шығару үлкен жауапкершілікті талап ететінін жақсы түсінеді. Дегенмен, ол тәуекелге бел буды. Өйткені режиссер талантты жастарды хас шеберлер жиналған командаға алып отыр. Ты открываешь какие-то вещи. Кей сәтте кәсіпқой мамандардың қолынан келмейтін дүниені әуесқойлар шебер орындап жатқанын көрдім. Бастапқыда таң қалғаным рас. Бізде талантты жастар өте көп. Бұл мені қуанышқа бөлейді. Міне жолы болғыш жандардың есімі анықталатын уақыт келді. Енді олардың алдында күрделі міндеттер мен ауқымды жұмыстар тұр. Очень хочется реализовать свой творческий потенциал. Өзімнің шығармашылық әлеуетімді жүзеге асырғым келеді. Жаңа ғана байқаудан өткенім жөнінде жариялады. Осындай ауқымды жобаға қатысатынымды естігенде шат-шадыман күйге бөлендім. Я, қуанышым шексіз. Оны бір сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Үстелге шығып, үстінде жатқан барлық қағаздарды жан-жаққа лақтырып, ән айтып, билей бастағанымды елестететінмін. Осы менің арманым айналды. Әрине, бұл менің қиялым ғана. Енді оны өмірде жүзеге асыруға мол мүмкіндік берілді. Алматы қаласында өтетін осындай мәдени оқиғаға ат салысу мен үшін үлкен мәртебе. Өйткені бұл алғашқы рок-мюзикл. Оның сценарийі де ерекше екен. Өз ісінің шеберлерімен жұмыс істеу арқылы мол тәжірибе жинайтыныма сенімдімін. Мен ешқашан бимен айналысқан емеспін. Ән айтып жүргеніме де көп уақыт болған жоқ. Байқауға қатысайын ба, жоқ па деп ұзақ ойландым. Кастингке келгенде бір тылсым күшті сезіндім. Бағымды сынап көргім келді. Бірінші, екінші, одан кейін үшінші турдан өттім. Ақтық сайысқа жеткенде жігерлене түстім. Іздендім, еңбектендім және осымен тоқтап қалмай, әлі де шыңдалуым керек екенін білемін. Сахна төріне шығып, өз рөлімді жоғары дәрежеде ойнаймын. Қазіргі таңда мюзикл театр өнерінің жанр ретінде Қазақстанда да және бүкіл Орта Азияда да аса танымал болып отыр. Осы орайда терезелері аулаға қарайтын үш үй қойылымы көрерменнің ыстық ықыласына бөленіп табысты жобаға айналуын тілейміз.
Ал оған қатысатын жас әртістер армандар орындалатынын бізге тағы бір рет дәлелдей түссе дейміз. Ну вот и все на сегодня. Бүгінге осы біздің бағдарламамыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.